Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз Ом заңы және кедергілер. Жалпы біз тұрақты тоқ тізбегін өткен кезде негізгі заңдылықтарға сүйенеміз. Осы жерде 1827 жылы ұлы неміс физигі бірнеше зерттеулерін жүргізе келіп, тәжірибелерін жүргізе келіп, осы заңды шығарған болатын. Яғни осы тұжырымдама бойынша тізбектегі тоқ күші кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал деген тұжырым айтқан болатын. Осы ашқан заңына байланысты, жаңалығына байланысты, осы заңға Ом заңы деген атау беріліп, және кедергінің өлшем бірлігіне Ом деген бірлік берілді. Енді студенттер, жалпы Ом заңын біз екі негізгі бөлікке бөліп қарастырамыз. Бұл тізбектің бір бөлігі үшін арналған Ом заңы және толық тізбекке арналған Ом заңы. Енді қарастырайық. Тізбектің бөлігі үшін арналған Ом заңы бұл бір тармаққа арналады. Яғни есімізге түсіре кетейік, тармақ дегеніміз не? Тармақ дегеніміз тізбектің бір ғана тоқ жүріп өтетін бөлігі болатын. Енді осы бір тармақта өтетін тоқ күшіміз біздің кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал болады. Ал енді толық тізбекке арналған Ом заңы мына үлгіде жазылады, барлығын дәптерлеріңе түртіп алыңдар. Яғни тоқ күші электр қозғаушы күштің мәніне тура пропорционал болады, ал ішкі және сыртқы кедергілердің қосындысына кері пропорционал болады. Осы екі теңдікті дәптерлеріне жазып алсаңдар болады. Енді осы жерде біз кедергі деген ұғымды айтып отырмыз. Кедергі дегеніміз бұл скалярный шама, яғни тоқты шектейтін шама, және сол саладағы энергияның өзгеруін сипаттайтын шама болып табылады. Және айтып өткенімдей, кедергінің өлшем бірлігі Ом, ал өлшеуіш аспабы Ом метр деп аталады. Енді кедергілер бұл жалпы өткізгіш материалына байланысты болады кедергінің мәні. Сондықтан кедергінің негізгі формуласы R тең бөлшексіз аңыз, бөлшектің үстінде L, астында өткізгіш материалдың тығыздығы мен көлденең қимасының ауданын көбейтеміз. Яғни, қысқа айтатын болсақ, өткізгіштің кедергісі оның ұзындығына тура пропорционал, ал көлденең қимасының ауданына кері пропорционал деп тұжырымдаймыз. Негізгі кедергілер бізде екі түрге бөліп қарастырамыз. Бұл сызықты кедергілер және сызықты емес кедергілер деп. Яғни, біздің кедергіміз электр тоғына, тоқ күшіне тәуелді болатын болса, ол сызықты емес кедергі болады. Оның вольттан бірлік сипаттамасы мына үлгіде. Ал тәуелсіз болатын болса, онда ол сызықты кедергі болады. Екеуінің вольттан бірлік сипаттамалары мына үлгідей болады. Дәптерлеріңе сызып алыңдар. Яғни, егерде вольттан бірлік сипаттамасы мына бірінші тұрған үлгідегідей түзу сызықты болатын болса, онда ол сызықты кедергі. Ал егерде қисық сызықты болатын болса, ол сызықты емес кедергі. Яғни, осылай ажыратамыз. Және біздің негізгі электронды радиоэлементтердің ішінде резистор осы кедергі беретін элемент, негізгі элемент. Осы резисторлар айнымалы резисторлар және тұрақты резисторлар болып екіге бөлінеді. Оны тағы да келесі сабағымызда айтатын боламыз. Олай болса, бүгінгі негізгі түсінік Ом заңы және кедергі және кедергілердің сипаттайтын негізгі формулалар. Осыларды дәптерлеріне жазып, тағы да толық ақпаратпен. Студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз электр тізбектеріндегі Ом заңы болатын. Яғни, Ом заңы бұл электр тоғымен тікелей байланысты, сондықтан алдымен біз тоқтың сипаттамасын беріп алайық. Электр тоғы дегеніміз не еді? Есімізге түсіріп көрейікші. Еркін зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы болатын. Енді электр өрісі әсерімен зарядтардың қозғалысын өткізгіш тоқ деп атаймыз.
Ал басқа әсерлерден пайда болған тоқты конвекциялық тоқ деп атайды екенбіз. Яғни екі әсерден тоқ туындайды. Электр өрісінің әсерінен туындаған тоқты біз өткізгіштік тоқ дейміз. Осыны естеріңнен шығармаңдар. Келесі біз тоқ тасушылар жайында ақпарат алайық. Яғни бірнеше тоқ тасушылар болады. Бұл металдарда еркін электрондар тасымалдайды тоқты. Электролиттерде оң және теріс зарядталған иондар тасымалдайды. Газда электрондар мен иондар, ал жартылай өткізгіштерде электрондар мен кемтіктер тасымалдайды екен. Яғни тоқтар әр материалда әр түрлі тасушылар арқылы тасымалданады. Енді тоқтың бағытын суретте көріп отырсыңдар, барлығы бір бағытта, яғни реттеліп қозғалып отыр. Хаостық қозғалыс болмайды тоқ жүрген кезде. Күші мен бағыты уақытқа байланысты өзгермейтін тоқты тұрақты тоқ деп атаймыз. Яғни уақыт өтуіне қарай өзінің бағытында, шамасында өзгертпейтін тоқты тұрақты тоқ деп атаймыз. И тең дельта Q бөлінген дельта T. Яғни уақыт өтуіне қарай зарядтардың шамасы өзгермейді екен. Константа деген, тұрақты деген мағынаны береді. Тоқтың өлшем бірлігі ампер, яғни кулонды секундқа бөлген кезде біз ампер деген шаманы аламыз. Электр тоғы сонымен қатар тоқ тығыздығымен сипатталады. Электр тоғының тығыздығы өткізгіштің өлшем қимасынан өтетін тоқ күшін айтады екенбіз. Яғни J тең I бөлінген S. Яғни белгілі бір ауданнан өткен тоқ бізде тоқ тығыздығы деп аталады. Бұл векторлық шама. Келесі теңдіктерді дәптерлеріңе түртіп жазып алыңдар. Яғни тоқ тығыздығы және тоқтың тығыздыққа байланысты формуласы. Интегралды түрде жазылған. Электр тоғының пайда болуының екі шартын қарастырамыз. Яғни біріншіден өткізгіште еркін зарядталған бөлшектердің болуы қажет. Яғни зарядталған бөлшектер болмаса бізде тоқ пайда болмайды. Электр зарядтарын қозғалысқа келтіру үшін бізге бір күш әсер ету керек. Яғни сырттан электр өрісін тудырамыз. Осында екі шарт орындалғанда бізде электр тоғы туындайды. Енді біз Ом заңына келіп тоқталайық. Және сабағымыздың басында мен айтып өттім, Ом заңы екі түрін қарастырамыз. Бұл тізбектің бөлігі үшін және толық тізбек үшін Ом заңы. Ом заңының негізгі формулаларын дәптерлеріңе жазып алыңдар. U тең R көбейтілген I. Яғни R тең U бөлінген I. Бұл негізгі тұрақты тоқ тізбегіндегі теңдіктер. Енді осы жерде кернеу дегеніміз екі нүкте арасындағы потенциалдардың айырымы болып табылады екен. Мысалы, U1-2, бірінші мен екінші нүкте арасындағы кернеу φ1 минус φ2-ге тең. Яғни екі нүкте арасындағы потенциалдар айырымына тең. Осы жерден тоқ күшін қарайық формуласын φ1 минус φ2 бөлінген R. Яғни U бөлінген R. Осы бізде тізбектің бір бөлігі үшін арналған Ом заңы деп аталады. Яғни тоғымыз, тоқ күшіміз кернеуге тура пропорционал, ал кедергіге кері пропорционал. Кедергінің өлшем бірлігі бізде Ом 1 вольт бөлінген 1 ампермен сипатталады. Өткізгіштің кедергісіне кері шама электрлік өткізгіштік деп аталады. Яғни сигма таңбасымен белгіленеді. Кедергіге кері шама сигма тең 1 бөлінген R. Өткізгіштіктің өлшем бірлігі ретінде біз Сименсті қарастырамыз. Сименс осы электр өткізгіштігінің өлшем бірлігі. Дәптерге түртіп алыңдар. Енді вольт-амперлік сипаттама дегеніміз не жалпы? Бұл вольт-амперлік сипаттама дегеніміз кернеудің тоққа тәуелділігін көрсететін график. Мына жерде қарап отырсыңдар, Ом заңы бойынша тұрақты тоқтың вольт-амперлік сипаттамасы көрсетілген. Яғни тоқ күшіміз кедергіге кері пропорционал, кернеуге тура пропорционал болып тұр. Және бұл жерде R-іміз, яғни кедергіміз тұрақты шаманы қабылдап тұр. Енді
ро дегеніміз бұл бізде кез келген электр өткізгішінің меншікті электр кедергісі. Ал және айтып өттім мен, кез келген кедергі, резистордың кедергісі сол жасалынған материалдың тығыздығына тура пропорционал болады, ұзындығына тура пропорционал болады, ал көлденең қимасының ауданына кері пропорционал болады. Осы жерден R-ді табатын болсақ, R тең ро көбейтілген L бөлінген S. Кедергінің температуралық коэффициенті деген болады, яғни сырттан температура әсер еткенде Кельвин температурасына орай біз мына формуланы шығарамыз. R тең альфа көбейтілген R көбейтілген T. Осы жерден біз кедергінің температуралық коэффициентін анықтай аламыз. Енді тізбектің бір контурына арналған Ом заңына тоқталайық. Бұл жерде бізде тоқ күшіміз электр қозғаушы күштерге тура пропорционал болады, ал ішкі кедергі мен сыртқы кедергілердің қосындысына кері пропорционал болады. Сызып дәптерлеріңе жазып алыңдар. Және көлденең өткізгіштің көлденең қимасының ауданына да тәуелді болады. Яғни біз жәнегі тоқ тығыздығын, кез келген өткізгіштегі тоқтардың тығыздығын оның ауданына көбейткенде біз бір бөлінген ро EDS деген формула аламыз. Бұл негізгі біздің көлденең қимадан өтетін тоқтың негізгі формуласы тоқ күшінің. Яғни Ом заңының интегралданған дифференциал түрдегі жазылуы осы үлгіде болады. Осы формуланы да дәптерлеріңе жазып алыңдар. Есеп шығарған кезде қолданатын боламыз. Дифференциал түрдегі Ом заңы. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгін біз жалпы тоқ қай кезде туындайды, тоқтың туындау шарттары, тоқты тасымалдайтын негізгі тасымалдаушылар қайсы, металда, жартылай өткізгіштерде, жалпы қандай тасушылар тасиды екен, соны білдік. Және Ом заңының екі түрін қарастырдық. Бұл тізбектің бір бөлігі үшін және толық тізбекке арналған Ом заңы. Сонымен қатар дифференциал түрде Ом заңы қалай жазылатынын қарастырдық. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасы, қазір мен модул платформасында есептер жинағын беремін. Осы формулаларды қолдана отырып, бүгінгі Ом заңы тақырыбын бекітесіздер.